Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының құрылғанына 30 жыл толуына байланысты 30 көпір салу міндеттелген болатын. Сол міндетті атқару үшін Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы селолық округында тұрмыз. Мына жердегі көпірдің сыйқы мынау. Үстіне қар жауған кезде мына жерге дейін қар толық болып, адамдардың түсіп кетуге қауіптері болған. Және де мына жердегі темірлерін алып кеткен. Мына жерде біз осыны қайтадан қаражат шығарып, Жамбыл ауданының атынан жөндеп, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына сыйға тартамыз. Ассалаумағалейкум деп бәріңізге сәлем береміз. Альхамдулилля. Қолдаушымыз да, қорғаушымыз да Алла. Ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, 3 түрлі нәрсе бар. Сол қияметтің күніне дейін сауабы үзілмейтін нәрсе деген екен. Оның біреуі жария садақа. Кімде-кім мешіт, медресе салатын болса, жол, көпір салатын болатын болса, оның сауабы қияметтің күніне дейін тоқтамай байып тұрады деген екен. Енді бұл бір адамның қолынан келмейтін нәрсе. Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді. Осы имамдарға қолдау көрсеткен осы жерде азаматтар тұр. Осы ауылдың халқы тұр. Осы сіздердің арқаларыңыз. Сондықтан Алла тағала разы болсын дейміз. Міне өйткені жария садақа осы елге, халыққа бір пайдасы тисінші деген мақсатпен сіздер соған қол ұшын бердіңіздер, көмектестіңіздер. Алла тағала соның сауабын бұл дүниеде де, ақиреттен де сіздерге Алла тағала насіп етсін. Бұл бүгінгі күн көпірдің ашылуының өзі Алла тағаланың құдіретіменен жұмаға сәйкес келіп отыр. Бұл да бір үлкен жақсылық. Жұма күні біткен істің бәрі берекелі болады дейді. Мына іс-шара біздің Қарғалыда мына Қалжан баламыздың арқасында күнде бір жаңарып тұрады. Бүгінгі күнгі істеген нәрсені ұмытылады, келесі күнгі басқа іс-шараны іске асырып жатады. Бұның бәрі жақсылық. Үй-іштерінде құт береке жақсылық болсын. Осы мына асыл дінімізге қызмет істеп жүрген адамдардың барлықтарына дендері сау, өмір жастары ұзақ, істеп атқан жұмыстары берекелі болсын деп тілек айтқымыз келеді осы халықтың атынан.